Міне мысалы мына швейный машинка, мини швейный машинка. Мына жерде мысалы 3 баға тұрады ғой, 34, 29, 28 баға тұр, Осы үшеуі мысалы мына 1 штук. Астында 1 деген санды көріп тұрсыз ба? 34 юань. Яғни 1 штук астында 1 деген тұрса, 1 штук алуға болады. 1 штук қана аласыз. 29 юанға, 29-да 50 юанға 20 штуктан жоғары аласыз. Оптымнан. Көп алған сайын бағасы түсе береді. Енді 28-де 50-ге уже сіз 20 мыңнан жоғары алсаңыз, 28-де 50-ге береді. Міне астында штуктар тұр, сол себепті міне көп алған сайын бағасы да төмен түсе береді. Осындай 3 баға түсініксіз болса, осылай түсініп алыңыздар. Міне 1 штук аласыз, мынаған 29-да 50-ге 20 штуктан жоғары, 28-50-ге міне 20 мыңнан жоғары аласыз.